Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін сіздерге дайын интерактивті тапсырмаларды қай жерден аламыз, оқушыларға қалай жібереміз, оқушылар қалай жауап беретінін барлығын айтатын боламын. Ол үшін өзіміздің әлеуметтік желімізге кіреміз, интернетке және поисковикке liveworksheets.com деп жазамыз. Жоғарыда көріп тұрсыздар ғой. Соны жазып, міне осындай бет ашылады. Мына жағында, сол жағында тілдерді таңдау болады және пәндерді таңдау болады. Мен таңдап отырған мысалы қазір ағылшын тілінің ішінде осындай тапсырмалар берілген. Мына жоғары жақта осының адресі берілген. Осы адресті копировать етіп, WhatsApp-қа барып, жібереміз, ставить етіп. Оқушылар осы ссылкаға кіріп, өздері жауап бере береді. Міне мысалы ашылдым, оқушының беті деп ойлайық осыны. Мына жазуларды өздері таңдап, сәйкесінше қояды. Одан кейін астында финиш дегенді басамыз. Содан кейін біріншісі тұрғанда басамыз. Міне дұрыс жауап шықты. Енді осыны скрин жасап мұғалімге жіберуге болады. Енді мен басқа тілдерді көрсетейін. Мысалы, қазақ тілін көрсетейін. Астына түсе берсеңіздер, қазақ дегенді тауып аласыздар. Міне қазақ тілінің ішінде информатика бар, математика бар, қарап көрсеңіздер астында. Физиканы көрдім, әдебиет, сосын Қазақстан тарихты да көрген сияқты осының ішінен. Барлығын қарап шығуыңызға болады. Даже мынаның ішінде БЖБ тапсырмалары да бар. Енді орыс тілін көрсетейін. Сол жағынан Россиян деген, Russian дегенді таңдап аласыз. Міне. Орыс тілін таңдағаннан кейін, орыс тіліндегі орысша пәндерді көрсетіп тұрады, мына жерде шығарып тұрады. Осының ішінен русский языкты таңдап көрсетейін сіздерге, ішінен бір тапсырма. Мысалы, мына тапсырма. Түстеріне байланысты қойып шығуға болады. Мысалы, тетрадь қандай? Голубой. Линейка желтая. Балалар осының барлығын қойып шығып, сізге ответін жібереді. Болғаннан кейін финишті басамыз және бірінші тұрғанда басамыз. 10 сұрақтың 9-на дұрыс жауап берген екенмін. Міне, әріптестер, осы жерден, осы платформадан дайын тапсырмаларды оқушыларыңызға жіберуге болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, алдағы пайдалы видеоларды жіберіп алмау үшін.